Сәлем! Бүгін өтетін тақырыбымыз «Сенің шашың ұзын ба?» Мына сөздерді есіңде сақта. Бұл дене. Дене бас, мойын, қол, бел, аяқтан тұрады. Ал бұл шаш, қас, көз, құлақ, мұрын, ауыз. Ендігі тапсырма. Бұл не? Өзіңді тексер. Дұрыс, бұл қас пен көз. Бұл не? Дұрыс, бұл ауыз. Ендігі суреттен аяқты тап. Дұрыс, бұл аяқ. Енді мына нәрсені есіңде сақта. Адам көзбен көреді, құлақпен естиді, ауызбен сөйлейді, мұрынмен иіскейді, қолмен ұстайды. Ендігі тапсырма, сәйкестендір. Жарайсың, өзіңді тексер. Бірінші сурет сөйлеу, екінші сурет иіскеу, үшінші сурет көру, төртінші сурет ұстау. Енді мәтінді мұқият тыңда. Оның аты Жансая. Ол бойы қысқа, денесі арық, шашы ұзын қыз. Оның көзі қоңыр, әрі үлкен, ал шашы қара түсті. Ендігі тапсырма. Мәтін бойынша дұрыс-бұрыстығын анықта. Өзіңді тексер. Дұрыс, Жансаяның денесі арық. Жансаяның шашы ұзын. Дұрыс. Жансаяның бойы ұзын. Қате. Жансаяның көзі қоңыр түсті. Дұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.